Бисмиллах, баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода мен сіздерге сетевой командада қалай дұрыс команда құру керектігін айтқым келіп тұр. Себебі сетевой туралы айтқан кезде көп адамдар, енді қазір Қазақстанда бір 20-30% адам сетевойда жүрген шығар деп ойлаймын, иә. Бұл осы мен беріп жатқан білімдерімді өздеріңіздің компанияларыңызда қолдансаңыздар болады. Мықты команда құру бұл үлкен жетістіктің белгісі. Негізі сетевой жалғыз жүретін жол емес. Мен всегда айтамын, өзіме келе жатырған командаға да айтамын. Бұл жерде команда табыстың көзі. Бүгін сіздерге мықты желілік команданы қалай құруға болатындығын айтып беретін боламын. Енді көбісі желілік бизнес деп те жатады, иә. Сетевой дегеніміз сол желілік бизнес қазақшасы. Команда негізінде көшбасшының айнасы. Яғни командасыз сіз ұзаққа бара алмайсыз. Сіздің командаңыз, сіздің айнаңыз, сіздің жұмысыңыздың нәтижесі деп айта аламын мен. Сіз қандай болсаңыз, команда дәл сондай болады. Егер сіз нақты, сенімді, белсенді болсаңыз, команда да дәл сондай болады. Ал егер, мысалға, мен өзім бар, бір айда активны болмай қалсам, команда солай пассивны болып, бәрінің мотивасы өшіп, бәрінің балдар түсіп қалады да. Ал мен активны болсам, олар да активны болады. Сетевойда негізі жиі кездесетін қателіктер бар. Ол адамды тек ақша үшін ғана тарту, уәде беріп қолдамау және команданы жалғыз қалдыру. Бұл кәдімгі жіберетін сетевиктердің қателіктері. Енді ең басты қателігі бұл тек тіркеу үшін ғана адам жазу. Астыңызға адам тіркеу үшін ғана, для галочки деп айтайықшы, былай айтқанда. Бірақ ары қалай жетелемеу. Бұл команданы әлсірер етеді. Просто тіркеп алып жұмыс жасамайтын болсаңыз, лучше тіркемей-ақ қойыңыз. Бұл енді қателіктердің жұмыс жасауға болады. Қалай жұмыс жасаймыз? Мықты желілік команданың белгісі, сетевиктердің мықтылығының белгісі бұл бірлік, қолдау және дупликация. Мен өзім командамда осыны қолданамын. Егер сіз командаңыз бір-бірін қолдай алатын болса, сіздің стиліңізді қайталай алатын болса, бұл уже өсудің белгісі. Дәл осындай мықты команда құру үшін командаға кімді тарту керек? Өсуге дайын адамдарды, жауапкершілігі бар, сенімді тұлғаларды. Неге? Себебі көп адам кіргеннен кейін мен кімге айтам, мен товар алатын ақшам жоқ, күшті бір тапсырма беріп, сабақ беріп жатсаң, оны оқитын уақытым жоқ деп отырады да. Сол үшін сетевой кез келген адамға арналмаған. Мен нақты келген кезде мақсаты бар, әрекетке дайын адамдарды ғана командама тіркеймін. Сол кезде сіз мощный рост болады, қалай? Сізде мощный рост болады сол кезде. Тіркеп қана қоймай, оны үйрету керек. Жалпы көшбасшы дегеніміз лидер деп айтамыз ғой. Оқытушы плюс қолдаушы ғой. Сіздің астыңызға келген адамды сіз тек қана тіркеп қоймайсыз. Оны үйретесіз, оған үлгі бересіз, оған бағыт-бағдар бересіз. Өзіңіз қалай дамып жатырсыз, солай жасайсыз сізге тіркелген жанға. Сәйкесінше сіздің командаңызда өзінің командасына осыны дупликация жасау керек болады. Енді команданың ішінде ішкі жүйе болады. Ішкі жүйеде стратегия құру, зум разборлар ұйымдастыру, өзара бір ережелер қойып қою. Команда деген жай топ деп қарамайсыздар. Команда деген бір шағын жүйе деп айтсақ та болады да. Онда тәртіп, жоспар, байланыс болу керек. Тәртіп болмаса, әркім бір өзінің бір құдалығын айтып отырса да, мысалға, әркім бір өзінің запуск темасын айтып отырса, ол тәртіп жоқ деген сөз. Жоспар болу керек. Әр айда балдарға, статус шабуға деген сияқты, және кері байланыс мықты болу керек. Енді коммуникация бұл сетевой бизнестің оттегі деп айтамын мен. Себебі хабарламасыз қалған адам уже салқындайды. Яғни сіздің кері байланысынсыз қалған адам өшеді ғой. Әрбір серіктеске назар аударып, онымен диалог жасап, оған мотивация беріп отыру керек. Егер мықты команда болған қаласаңыз, оларды тастамау керексіз, керісінше оларға жақындай беру керексіз, как будто оның бір родной болып кету керексіз ғой. Одан кейін не айттыңыз, соны орындауыңыз керек. Уәде мен әрекет. Көп адамдар тіркеп алады да, астыңа адам тіркеп берем, тағы бір нәрсе алдайды, арбайды, сонымен уәдесінде тұрмайды, содан сенімділік қашады, содан адамға деген сыйластық жойылады, содан команда бұзылады. Сол үшін желілік сетевой бизнесте сіздің сөзіңіз авторитет қой, себебі ол сізге келіп тұр. Негізі адамдар сетевой бизнеске келмейді, адамдар адамға келеді. Баршаға сетевой бизнеске келетіндер де бар. Осы компанияның өнімін іштім, маған ұнады депші, бірақ көбіне адамдар адамға келеді. Уәде бердіңіз ба, орындаңыз. Сонда команда сенеді және өседі. Мотивация. Мықты мотивация беруге кеңес берем.
мотивацияны қалай бересіз? Бірге зумдар өткізіңіз, аптасына 1, аптасына 2, табыс тауып жатқан жандардың тарихтарымен бөлісіңіз. Қалай келді, қанша табыс тапты, қазір қандай жетістікке жетті, қандай квалификация жапты деген сияқты. Жеке марапаттау ұйымдастырыңыз. Ой, мастер жапқаныңмен, стар жапқаныңмен, бронза жапқаныңмен деген сияқты. Ол жеке подход та. Мотивация деген тек ақша емес негізінде. Оған бір назарыңды бөлу, оған бір үлгі болу, оған ерік жігер сыйлау, осының өзі мотивацияға жатады. Яғни осы арқылы сіздің командаңыз жақсы өседі. Енді мен жоғарыда дубликация деп айтып кеттім да, бұл желінің өсу формуласы. Дубликация жасай алмайтын болсаңыздар, ренжімеңіздер, мықты команда құра алмайсыздар. Өздеріңіз үйреніп, өзге үйретіңіз, олар да үйретсін. Мен мысалға шұбыртып бәрін былай өзіме тіркей бермеймін. Менде мықты 15 лидер бар. Ең бірінші тіркелгенде менің астыма 1800 адам тіркеліп алған ғой. Мықты 15 лидерім бар, сол 15 лидердің астына беріп отырам болды. Мен тек қана 15 лидермен жұмыс жасаймын. Сетевойдың басты ережесі қайталана алатын жүйе жасау. Яғни былай паук сияқты жүре беру керек қой. Сіздің стиліңізді көшіре алу керек командаңыз автоматты түрде. Мен 15 адамға жасағанды 15 адам өзінің 15 адамына жасайды. Олар өздерінің 15 адамына жасайды. Дәл осылай дубликация жасай алу керексіздер. Енді команданың лидерлерін қалай өсіреміз? Жауапкершілік беріңіз, еркіндік беріңіз. Оның ойын жеткізуге, тұлға болып қалыптасуына, қателіктен үйренуіне рұқсат беріңіз. Ол да қателесуі мүмкін, дұрыс түсіндірмей қалуы мүмкін, командада бір қателік жіберіп алуы мүмкін. Лидер болғысы келетін адамдарға жол ашыңыз, оны қолдаңыз. Олар сол кезде өз тобының көшбасшысына айналады. Ал сіз оны қыспақтайтын болсаңыз, всегда оған түрткі болып отыратын болсаңыз, всегда бір минустарын көріп отыратын болсаңыз, ол өспейді. Ол өшеді. Сол үшін командада лидерлер шығаруға тырысыңыз. Команда сіздің бергеніңізді қайталап отыру керек болады. Мен өзім мысалы командаға берген уәдемді, бізде 1 мен 5 күні ай сайын дәстүрлі розыгрыш болады. Сол розыгрышты ойната алмай қалсам, мен уже бір жазықты адам сияқты болып тұрамын да, былай айтқанда. Иногда бывает моменты, мен сапарда жүремін, тағы бір нәрсе деген сияқты. Бірақ мен мықты команда, мықты табыс дегенді миыма құйып алғам да. Сол арқылы әрекет етем. Сетевойда тек қана тіркеу емес, нәтиже беретін жүйе құру керек. Мен өзім осы жүйені құрып алдым, осы жүйені командама үйретем. И сіздерге де кеңес берем. Және де осы сетевой бизнестен тапқан табысымның 10%-ын қайырымдылыққа, 10%-ын команданың өзіне құртам. Ол не деген? 1 мен 5 аралығында жүретін бізде ай сайынғы розыгрыш болады. Сол кезде мен осы өзіне өнім алған жандарға ақшалай, бриллиант, путевка, алтын, кімді не қызықтырады, сол бойынша әртүрлі сыйлықтар ойнатам. Яғни ол адам товар алу арқылы өзінің қажеттілігін жауып жатыр, товар алу арқылы табыс тауып жатыр, және сол товар алу арқылы менің қосымша сыйлығыма ие болып жатыр. Дәл осындай жүйені жасауға сіздерге кеңес берем. Енді мен бұны барлық командама жасайтын болсам, менің өзімнің 15 қызым, лидерім, өзінің командасына жасайды. Оның астында 15 қыз өзінің командасына жасайды. Яғни команда құру бұл үлкен жауапкершілік. Прямо бір жауапкершілікпен қараңыздар. Әрбір серіктеске шабыт беріңіз. Білім берсеңіз, сол біліміңіздің қадағалап отырып жасалуына көмектесіңіз. Түсінбеген жерін түсіндіріңіз. Сол кезде сіздің табысыңыз еселенеді. Сол кезде сіздің командаңыз мықты болып бастайды. Бастысы жүйелі болу, шынайы болу және бірге даму. Білмейтін жеріңді мен білмеймін деп айту. Мен мысалы маркетингте кейбір жерлерде мысалы үлкен квалификацияға келгенде түсінбей қалатын жерлерім болса, кейбір өнімдерді дұрыс айта алмай қалатын болсам, енді қазір жаттап алдық қой жалпы басында тіркелген кезде. Мен нақты айтамын, мен бұл туралы білмей тұрмын. Мен қарап алайын компанияның ақпаратын, сосын сізге айтамын. Тіпті өзінің лидерлерінің астында адамдар болса да, лидерлерім болса да мен ашық айтамын. Сол үшін командамен всегда ашық болыңыздар. Командаға дәл осы мен айтқан дүниенің барлығын жасаңыздар. Командамен бірге болыңыздар. Тек қана мотивация беріп қана қоймай, нақты жүйе жасап, сол жүйені дупликат жасауға мүмкіндік беріңіздер. Қолдаңыздар. Бұл енді сетевой бизнесте кез келген адамға керек дүние да, мықты команда құру. Мен өзім стратегпін, мен өзім лидермін, мен өзім осылай командамды ұстап отырмын. Егер сіз де жақсы жетістікке жеткіңіз келсе, сетевой бизнесте дәл осыны қайталауға, ештеңені алып қоспауға кеңес берем.
Енді одан бөлек сетевиктер болса араларыңызда, мен енді жаспын, менің тәжірибем аздау болар, 15, 20, 30 жылдан сетевойда жүргендер жандар болса, өздеріңіздің де бір лайфхактарыңызбен төменге комментарийға бөлісіп отырсаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, ұнаған жерлерін қиып алып сторисқа салып достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де осы енді блогта мен осы YouTube арнасында сетевой бизнес, TikTok стрим, продажа, маркетинг, кәсіп, жеке брендпен өнім шығару туралы қозғап жатырмын ғой. Басқа да сұрақтарыңыз болса, отношения айтып жатырмын, иә. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар, келесі шығарылымдарда сол сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын.